Қайырлы күн, құрметті қарапайым А1 деңгей тыңдаушылары. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы танысу. Сіздермен бірге оқытушыларыңыз Ақтоты Жексенбекқызы. Ендеше жаңа сөздермен танысамыз. Өздеріңізге таныс емес сөздерді дәптерлеріңізге жаза отырыңыздар. Жаңа сөздерді барлығымыз бірге оқимыз. Сәлем. Привет. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Ассалаумағалейкум. Форма приветствия мужчин. Вағалейкум салам. Ответная форма приветствия мужчины. Қайырлы таң. Доброе утро. Қайырлы күн. Добрый день. Қайырлы кеш. Добрый вечер. Қайырлы түн. Доброй ночи. Сау бол. До свидания. Кездескенше. До встречи. Көп рахмет. Большое спасибо. Таныс болайық. Будем знакомы. Танысқаныма қуаныштымын. Рад знакомству с вами. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Ендеше мына диалогты барлығымыз бірге оқимыз. Сәлем. Сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Марина. Ал сенің атың кім? Менің атым Олеся. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Өзім туралы. О себе. Аты жөні, имя, отчество, ұлт, национальность, білім, образование, жас, лет, мекен-жай, адрес, жұмыс, работа, отбасы жағдайы, семейное положение. Бүгін сіздермен біз өзіміз туралы айтып үйренетін боламыз. Менің аты жөнім Алимбаева Ақтоты Жексенбекқызы. Менің ұлтым қазақ. Менің білімім жоғары. Мен 35 жастамын. Менің мекен-жайым Текелі қаласы, Абылайхан көшесі, 13-ші үй, 1-ші пәтер. Мен оқытушы болып жұмыс істеймін. Менің отбасы жағдайым, жолдасым, 4 балам бар. Сіздер де өздеріңіз туралы тура осылай айтып үйреніңіздер. Ендеше грамматикаға оралайық. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз қазақ тілінің дыбыстары, звуки казахского языка. Дауыссыз дыбыстар, согласные звуки Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Х, Ц, Ш, Ш, Щ. Дауыссыз дыбыстарымыз қатаң, ұяң, үнді болып бөлінеді екен. Мына кестені дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Қазақ тіліне тән дыбыстармен танысамыз. Чисто казахские звуки. Ә, Ө, Э, О, Ö, Ң, Г, Қ, Х, Ы. Барлығымыз бірге қазақ тіліне тән дыбыстарды бірге айтамыз. Ә, әтеш, петух. Ә, әтеш. Ө, өрік, слива. Ірімшік, сыр. О, ұстаз, учитель. Үй, дом. Ң, аң, зверь. Г, ғимарат. Г, ғимарат, здание. Қ, қарбыз, арбуз. Қ, қарбыз. Ыдыс, посуда. Х,
қаһарман, герой. Х қаһарман. Ң әрпі мен Х әрпі әрқашанда сөздің ортасында келеді екен. Қажетті әріптерді қойыңыздар. Қане жазбаша жұмыс жасаймыз. Бірінші сөзге қандай әріп қоямыз? Жазып болсаңыздар, тексереміз. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Кіруге бола ма? Иә, болады. Танысып қой. Танысқаныма қуаныштымын. Сау бол. Тиісті әріптердің астын сызып қойыңыздар. Тыңдаймыз және жазамыз. Сандуғаш. Сырым. Нұрлан. Ғабит. Айғаным. Мұрат. Шыңғыс. Ұлыжан. Іңкәр. Жазғанымызды тексереміз. Құрметті А1 қарапайым деңгей тыңдаушылары, сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Үйге тапсырма, жаңа сөздерді жаттаймыз.